грамматика никогда қиын болмау керек. Грамматиканың барлығы сізге бір неудобно болуы мүмкін, миыңызға некомфортно болуы мүмкін, бірақ бұл үнемі сіздің деңгейіңізге сай жүру керек. Тек қана грамматика емес, жалпы барлық дағды, мысалы listening, speaking, reading, writing, барлығы сіздің дағдыңызға, яғни сіздің деңгейіңізге сай болса, бұл дағдылардың барлығы на лайте, на расслабоне меңгерілу керек. Мысалы бір бизнесті алып қарайық, иә? Мысалы мен офис ашқым келді, и мен сразу андай панорамный окнамен многомиллионный оборот болып кетпеймін ғой, иә? Сразу мен сондай деңгейге өсіп кететін болсам, ол маған өте қиын болады. Сол үшін барлығы әстен болады. Мысалы, сіздің қазір деңгейіңіз beginner болса, дәл соған сай 4 дағдыны меңгеруіңіз керек. Elementary болса, дәл соған сай. Яғни сізге грамматика ешқашан қиын болмау керек. Некомфортно болуы мүмкін, потому что сіз бұны жаңадан меңгеріп жатуыңыз мүмкін белгілі бір тақырыпты. Бірақ үнемі өзіңіздің